Қайырлы күн, құрметті оқушылар. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы құқықтық мемлекеттің басты идеялары неде? Сабақ мақсаты: құқықтық мемлекеттің ерекшелігі мен маңызын түсіну. Оқушылар, біз бүгінгі сабақта құқықтық мемлекет ұғымы мен белгілерін оқып меңгереміз. Құқықтық мемлекеттің маңыздылығы мен ерекшелігін анықтаймыз. Тірек сөздер: құқықтық мемлекет, құқықтық қорғалу, билікті бөлу. Құқықтық мемлекет дегеніміз барлығы тең дәрежеде заңға бағынатын мемлекет. Мұнда бірінші орында адам, оның өмірі, құқы мен бостандығы тұрады. Құқықтық қорғалу: барлық адамдар өз құқығы мен бостандығын қорғау үшін мемлекеттік органдарға тең дәрежеде жүгіне алу ұстанымы. Тиісінше, мемлекеттік органдар адам мен азаматтың құқы мен бостандығын қорғауға міндетті. Билікті бөлу: билікті шектен тыс пайдалануға жол бермейтін ұстаным. Жаңа замандағы демократиялық мемлекеттер құқықтық болуға ұмтылады. Құқықтық мемлекет құру әлемнің дамыған елдерінің көпшілігі үшін, соның ішінде Қазақстан Республикасы үшін де стратегиялық міндет. Құқықтық мемлекет қазіргі заманғы өркениет дамуының жоғарғы сатысы және оның басты жетістіктерінің бірі. Құқықтық мемлекет лауазымды тұлғалардың билігін, мемлекеттік қызметкерлердің уәкілеттігін құқық нормаларымен, заң талаптарымен шектейді, оларды теріс пайдалануға жол бермейді, құқық бұзушылықтарға қарсы тұрады. Мұнда ең жоғарғы құндылық адам, оның өмірі, еркіндігі мен құқы болып табылады. Құқықтық мемлекет идеясы алғаш рет Америка құрама штаты Конституциясында 1787 жылғы және Францияда 1789 жылы адам мен азамат құқы декларациясында заңды түрде бекітілді. Қазақстан Республикасы Конституциясының бірінші бабында Қазақстан Республикасы өзін демократиялық, зайырлы, құқықтық және әлеуметтік мемлекет ретінде орнықтырады. Оның ең қымбат қазынасы адам және адамның өмірі, құқықтары мен бостандықтары деп жазылған. Аталған конституциялық бап барлық азаматтарға, билік өкілдеріне, мемлекеттік органдарға ерекше жауапкершілік жүктейді. Қазақстанда тұратын барлық азаматтар мен ұйымдар заң талаптарын орындауы керек, құқық нормаларын бұзбауы керек және адамның құқығы мен бостандығына қол сұқпауы қажет. Мемлекет құқықты мемлекет пе, жоқ па, оны айқындайтын қағидаттар бар. Құқықтық мемлекет қағидаттарын нақтырақ қарастырайық. Құқықтық мемлекет қағидаттары: адам құқығы мен бостандығының басымдылығы қағидаты, мемлекет пен жеке тұлғаның өзара жауапкершілік қағидаты, билікті бөлу қағидатының заңнамалық, атқарушы және соттық деп бөлінуі, заңның үстемдік қағидаты, соттар тәуелсіздігі қағидаты, сот пен заң алдында барлығының теңдігі қағидаты. Енді әрбір қағидатқа жеке-жеке түсініктеме беріп өтейік. Адам құқы мен бостандығының үстемдігі қағидаты құқықтық мемлекетте адамның өмірі мен бостандығы, құқығы жоғарғы құндылық болып табылатынын білдіреді. Мемлекеттік органдар адамның өмірін қорғау керек. Адам құқығы бұзылған жағдайда құқық қорғау органдарына шағымдануы қажет. Олар прокуратура, ішкі істер органдары, сыбайлас жемқорлыққа қарсы органдар. Билікті бөлу қағидатын заңнамалық, атқарушы және соттық деп бөлінуі. Бұл қағидат заңдылықты қамтамасыз етіп, билікті шамадан тыс пайдалануға жол бермеу үшін қажет. Билік үш тармаққа бөлінеді: заң шығарушы билік, атқарушы билік, сот билігі. Заңдарды қабылдайтын парламент заң шығарушы билік болып есептеледі. Оны халық сайлайды. Атқарушы билікті үкімет, министрліктер, әкімшіліктер жүзеге асырады. Сот билігін сот төрелігі іске асырады. Әділдік бұзылған жағдайда қалпына келтіреді, жаза тағайындайды. Биліктің әр тармағы заң аясында өздігінен әрекет етеді, бір-бірінің ісіне араласпайды.
Билікті бөлу жүйесінде Қазақстан Республикасы президентінің рөлі өте маңызды. Президент билік тармақтарының үстінен қарайды, ол төреші, саяси көшбасшы ретінде биліктің барлық тармағының келісе отырып жұмыс істеуін жүзеге асырады. Келесі заңның үстемдік қағидаты, сот пен заң алдында барлығының теңдік қағидаты, мемлекет пен жеке тұлғаның өзара жауапкершілік қағидаты, соттардың тәуелсіздік қағидаты. Заңның үстемдік қағидаты барлық азаматтардың, лауазымды тұлғалардың, мемлекеттік органдардың, қоғамдық институттар мен ұйымдардың заң талаптарын тең дәрежеде орындау қажеттігін білдіреді. Конституция дегеніміз жоғарғы заң. Кез келген заң істерін конституция нормалары негізінде шешу керек. Сот пен заң алдында барлығының теңдігі қағидаты. Әр адам өз құқығын жүзеге асыра алады және әр адам өз құқығын қорғау үшін сотқа арыздана алады. Мемлекет пен жеке тұлғаның өзара жауапкершілік қағидаты, жеке тұлғаның да мемлекеттің де заң талаптарын орындауы қажеттігін білдіреді. Оны бұзғандар үшін жауапкершілікке тартылады. Мемлекеттік органдар құқық нормаларын бұзбауы керек. Адамдар да заң талаптарын орындауы керек. Соттардың тәуелсіздік қағидаты, соттардың сот төрелігін іске асырушы негізгі органдар екендігін білдіреді. Сот тек қана конституция мен заңдарға бағынады. Сот ісіне араласу заң жүзінде жазаланады. Қазақстан Республикасында соттар тұрақтылық негізінде қалыптасады. Енді балалар, осыны негізге ала отырып, құқықтық мемлекеттің маңызы мен ерекшелігі неде екенін анықтайық. Құқықтық мемлекетте бірінші орында адам, оның өмірі, құқы мен бостандығы тұруы керек. Мемлекеттің барлық жария саяси әрекеті қатаң түрде заңға және құқыққа сәйкес жүзеге асуы тиіс. Барлық адамдар өз құқығы мен бостандығын қорғау үшін мемлекеттік органдарға тең дәрежеде жүгіне алады. Тиісінше, мемлекеттік органдар адам мен азаматтың құқығы мен бостандығын қорғауға міндетті. Құқықтық мемлекетте күшті билік пен мықты да сауатты қоғам болуы керек. Сондықтан да Қазақстанда жас ұрпақты оқыту мен тәрбиелеуге көп мән береді. Құқықтық мемлекет құру жолында көптеген кедергілер бар. Бұл мәселелер экономиканың, мәдениеттің, әлеуметтік қатынастардың дамуына, жастардың тәрбиесіне байланысты. Осындай мәселелерді шешу үшін Қазақстан Республикасында түрлі мемлекеттік бағдарламалар қарастырылған. Мысалы, 2017 жылы рухани жаңғыру бағдарламасы қабылданды. Бұнда көрсетілген бәсекелік қабілет, прагматизм, ұлттық бірегейлікті сақтау, білімнің салтанат құруы, Қазақстанның революциялық емес эволюциялық дамуы, сананың ашықтығы. Бұл бағдарламаға сәйкес Қазақстанды күшті және жауапты адамдардан тұратын бір тұтас елге айналдыру үшін қоғамның түсінігі, санасы өзгеруі тиіс. Сонымен, құқықтық мемлекеттің қалыптасуы қоғамға, әр адамға, лауазымды тұлғаларға, мемлекеттік органдар мен билікке байланысты. Енді балалар, сабағымызды бекітейік. Сіздерге тапсырма. Төмендегі кестені толтырыңыз. Құқықтық мемлекет қағидаттары. Бірінші номерін жаза отырып, құқықтық мемлекет қағидаттарын атауын атайсыз, мақсатын, мазмұны мен маңызын жазасыздар. Жақсы. Жазып болсақ, енді кері байланысқа көшейік. Оқушылар, бүгінгі өткен, яғни аталған тақырыпты сіздер қаншалықты меңгергендеріңді 1 мен 10-ның аралығында белгілеңдер. Қандай сұрақтарыңның жауабы табылмады? Қайталаймын. Аталған тақырыпты қаншалықты
меңгергендеріңді 1 мен 10-ның аралығында белгілеңдер. Қандай сұрақтарыңның жауабы табылмады? Жақсы балалар, осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.